Қайырлы күн достар, біз бүгін сіздермен дәмі өте керемет, күтірлік әрі дәмді болып шығатын пельмен жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Онан соң үстінен жарты шай қасық тұзымызды салатын боламыз. Тұзымыз жақсылап ерігенше араластырып, оның үстінен ерітілген сары майымызды құятын боламыз. Мінеке. Осылай барлығын жақсылап араластырып, біркелкі масса жасап аламыз. Одан соң дәл осы массаның үстіне жарты шай қасықтай ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте әдемі қамыр шығады, қатты да емес, жұмсақ та емес. Нәзік әрі әдемі қамыр болып шығады. Неге қолдың көмегімен жақсылап июін қандырып тұрып, қамыр илейтін боламыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтемін. Неге осылай жақсылап июін қандырып, жақсылап иілеп, жылы жерге 20-25 минуттай қойып қоямыз. Міне дайын болған қамырымызды алып, қамыр өте жұмсақ әрі әдемі болып шығады. Осы қамырымызға бастапқы кезде ұнды кішкене көптеу себіп, осылай қамыр жаятын боламыз. Оқтаудың көмегімен жақсылап қамыр жайып аламыз. Тек қана бастапқы кезде ғана ұнды көбірек қажет ететін болады. Неге осылай жақсылап жайып аламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Міне қамырымыз қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, осылай жайып аламыз. Неге осылай жайып, енді қамырымызды кесіп, бөліктерге бөлетін боламыз. Арасындағы салмасына мен піскен картоп қолдандым. Алдын ала суға пісіріп алған картопты езіп, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, арасына салып пісіріп алатын боламыз. Мінеке осылай кесіп аламыз, әдемелеп бөліктерге бөліп, қалауларыңыз бойынша көлемін үлкен немесе кішірек қылып кессеңіздер болады. Мен кішкентай көлемде істедім. Өте әдемі әрі дәмді болып шықты. Неге осылай кесіп аламыз. Бірінші шеткі бөліктерін кесіп алдым мен, себебі олар бір-бірімен беттесе қоймайды. Неге осылай кесіп болғаннан кейін, енді қалған бөліктерін бір-бірінің үстіне қойып, жақсылап кубиктап кесіп алатын боламыз. Неге осылай кубиктап кесіп аламыз. Достар, сіздерге видео қызық болса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздерден қолдау күтетін боламын. Неге осылай жақсылап түйіп аламыз. Енді осы дайын болған қамырларымызды қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Сіздер түйген уақытта жақсылап баспасаңыздар, осылай ажырап кетуі мүмкін. Менікінің аралар осылай, кейбіреулері ажырап қалыпты. Неге осылай жақсылап екі беті қызарғанша майда қуырып алатын боламыз. Міне өте дәмді әрі күтірлік пельменіміз дайын болды. Сіздерге ас болсын.